құрметті көрермендер, көпшіліктен сұраныстар түсіп жатады. Сұрақтар жеміс ағаштарын қалай тыңайтуымыз керек, қандай тыңайтқыш түрмен тыңайтуымыз керек деген сияқты. Бұл аммофос. Аммофос дегеніміз бұның құрамында екі түрлі болады аммофостың. Біреуінде 52% фосфор болады, немесе біреуінде 46% болады. Мына бізде 46% аммофос, ішінде 46% фосфор бар, және 10% азоты бар. Қазір осыны біз мынандай стаканмен мынандайды толтырған стаканымыз 200 грамм болады. Яғни әр түпке, әр көшеттің түбіне 200 грамм төксек болады. Араластырсаңыз, топыраққа сіңу ерте болады. Одан кейін фосфор тыңайтқышы берген, бұл азот селитрға қарағанда оның ерекшелігі бар. Бұл 3 жылға беріледі. Мысалы, мына құрамда қазір 200 грамм фосфор беріп жатсақ, 200 грамм аммофос. Бұның құрамында сонда біз бұны ішінде шамамен 46, 50% болатын болсақ, жартысы болатын болса, яғни 100 грамм фосфор беріп жатырмыз мына жерге. Әсерлі затымен, таза фосфор ретінде. 100 граммның өзін өсімдік 3 жыл пайдаланады. Кез келген өсімдік. Өйткені фосфор суда өте нашар ериді, немесе ерімейді, орташа ериді. Сол үшін ол бір бергеніңізді өсімдік 3 жыл пайдалана алады. Бірақ ол 1 жыл беріп қойып, кейін 3 жыл бермеу деген сөз емес. Мүмкіндік болатын болса, сіз топырақтағы концентрациясын, яғни топырақ құрамында фосфорды көбейткен сайын, алу мүмкіндігі де көбейеді. Бірақ бұның бірінші жылы 25% алады, келер жыл 25% алады, үшінші жыл шамамен 30% алады, осы берген фосфордан. Бұл фосфор тыңайтқышы жалпы клетканың бөлінуіне, жасушаның бөлінуіне, тамырдың жақсы дамуына, тамырдың өсуіне жақсы көмектеседі. Егер фосфор жетіспейтін болса, жапырақтар шет қызарып қарая бастайды, сосын жасушаның бөлінуі азаяды, тамырдың өсу кешеуілдейді. Мынау өткенде 200 грамм аммофос берілген алма ағаштары. Жапырақтарына көрсеңіздер болады, қандай әдемі, жақсы әсер етті. Жапырақтары қоюланып, азоттың әсер еткенде көрініп тұр. Жалпы жақсы әсер етті. Көшеттің көрінісі мынандай. Басқалары да міне толық осы жерге 200 граммнан беріліп шықты. Нәтижесін көре беріңіздер.